Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жасалуы өте оңай, бірақ бағалы тұратын есім жазылған тәспі жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз, келесі видеодан құр қалмаңыз. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге 33 дана тас, зергерлік жіп қажет. Тәспінің төменгі бөлігінде тұратын шашақ, не болмаса осындай темір түрін алмастырсаңыз болады. Одан кейін қалған фурнитураларды өз қалауыңызша фурнитура дүкендерінен таба аласыз, және есім жазу үшін осындай әріптер қажет болады. Ең алдымен зергерлік жібімізді өзімізге қажетті ұзындықта кесіп аламыз. Кесіп алған соң сол жіпке 33 тасымызды біркелкі етіп тізіп шығамыз. Тәспіні өз фантазияңыз бойынша түрлендіре берсеңіз болады. Әр 11 тас аралығына бөлгіш тастарын не болмаса, осындай моншақтарға арналған шапочка болады, қалпақшалар қолдансаңыз болады. Сонда әр 11 тас аралығында сізде бөлініп тұратын болады. Осылай 33 тастың барлығын жіпке тізіп болғаннан соң зергерлік жіптің екі ұшын біріктіретін фурнитура болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай екі ұшын екі жерінен мына басынан өткізіп, екінші басынан біріктіріп шығарамыз. Жіптің екі ұшын бірдей алып, моншақтар арасынан бір саусақ орын қалдырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай крамп немесе обжим деп аталады. Осындай бисер сияқты майда темірді өткіземіз. Крампты, яғни моншақтарымыз ары-бері жылжып кетпес үшін және де жіпті мықты қысып тұру үшін өткізетін боламыз. Яғни мен екі данасын өткіздім және жаңағыдай моншақтар арасынан бір саусақ орын қалдыруды ұмытпаймыз. Одан кейін жекелеп осылай темірді қысып шығамыз және тәспімізді таратып көреміз, ыңғайлы ма, ыңғайлы емес па деген сияқты. Одан кейін кәдімгі осы тәспідегі гематит тасының біреуін өткіздім, ары қарай тағы да бір крамп өткізіп, тағы да қысып қоямыз. Одан кейін әріптерімізді өткіземіз. Әріптердің барлығын өткізіп болғаннан соң тағы да крамп темірін өткізіп, оны да әдемілеп қысып қоямыз. Есім жазылған жерге сіз басқа түрлі түсті тастарды қолдансаңыз да болады. Мінекей әріптеріміздің барлығын өткізіп болдық. Одан кейін тағы да крамп темірін өткізіп, оны да әдемілеп қысып, артынан тағы гематит тасының бірін және крамп темірін өткізіп, барлығын мықтап қысып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы мықты ұстап тұр, яғни ары-бері жылжымай әдемі болып қысылып тұрады. Енді фотода көрсетілгендей ұзынша темірді, оның артынан тағы да обжим өткіземіз және шашақтың орнына осындай темір шашақты өткізіп, видеоны мұқият қараңыздар, ары қарай қайтадан жаңағы крампқа өткізетін боламыз. Яғни бұл ешқандай байламсыз, өте аккуратны тұратын тәспінің бірі. Сол себепті видеоны жақындатып барынша мұқият көрсетуге тырыстым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп аккуратно бірінен соң бірін жіпті жақсылап тартып, абайлаңыздар, жіпті қатты тартқанда қолдарыңызды қиып кетпесін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай обжимнан өтіп, жақсылап артық жіптерін барлығын тартып, және ұзынша темірдің ішіне қайтадан кіргіздім. Енді жаңағы крампты жақсылап қысып, артық жіпті кесіп тастаймыз. Сонда бізде ешқандай байлам, ештеңе көрінбейтін болады. Мінекей біздің тәспіміз дайын, өте әдемі және ешқандай байламсыз аккуратны шықты. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоны ең алғашқы болып көретін боласыз. Тәспіні жасап жатсаңыз, өз инстаграмыңызға мені белгілей кетіңіз, мен міндетті түрде сізді сториске шығаратын боламын. Сіздермен болған Айгерім.